Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздермен өтетін бүгінгі тақырыбымыз 11-ші сынып цилиндрдің көлемі. Сабағымыздың мақсаты цилиндрдің көлемін табу формуласын бөлу және де оны есептер шығаруды қолдана алу. Бүгінгі сабағымыз игра кальмар ойыны желісін өтетін болады. Оқушыларды қызықтыру мақсатында игра кальмар ойынының желісін алған боламыз. Оқушыларға сәттілік тілеп алып, мұнда менде 11-ші сынып оқушылары осылай алдын ала дайындап қойған болатынмын оқушылардың суреттерімен. Оқушылар менде жеке-жеке карточкалар арқылы бағаланып отырады. Келесі кезеңге өттіңіз, құттықтармен келесі кезеңге өттіңіз және де 1 балл деген карточкалар арқылы бағаланады. Сабағының соңында кімде қанша карточка, сол арқылы бағасын есептейтін боламыз. Үй тапсырмасы фигуралар әдісі арқылы сұрайтын боламын. Осы игра кальмар ойындағы тәтті бәліштерді алған болатынмын. Дөңгелек, 3 бұрыш және де 4 бұрыш. Егер де дұрыс болған жағдайда есептің жауаптарын тақтаға шығарып қою арқылы, осы дұрыс жауаптарын бүктеу арқылы осы фигураның ортасында ойып шығаратын болады. Ары қарай сабағымызды жандандыру мақсатында өткен тақырыпты қайталау негізінде Дженни әдісі арқылы сабағымызды жалғастырамыз. Бұл жерде пазл берілген. Осы пазлдарды ашу арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашылатын болады. Олай болатын болса, кеттік ары қарай. Өткен сабақты қайталау мақсатында кубтың көлемінің формуласы В тең А куб. Осылай оқушылар белгілі болады. Ары қарай пирамиданың көлемінің формуласы В тең 3/1 S көбейтілген H. Ақиқат па, жалған ба? Ақиқат. Жақсы, дұрыс екен. Ары қарай пирамиданың көлемінің формуласы. Бұл жерде Дженни программасы өзі сұрақтарды қайталап отырады. Біз бұл сұраққа жауап берген болатынбыз. Призманың көлемінің теңдеуі В тең S көбейтілген H. Ары қарай пирамиданың көлемінің формуласы. Осы ақиқат. Ары қарай қиық пирамиданың көлемінің формуласы. Осыдан бізде мынадай сурет құрап алып шығамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы цилиндрдің көлемі. Формуласы В тең S табан көбейтілген H. Яғни бізде цилиндрдің табанында жатқан дөңгелектің ауданы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең екен. Бұл жерде бізде S табан деп отырғанымыз, дөңгелектің ауданының формуласы πr квадрат. Яғни бір формула, екеуде бір формула. Бұл жерде S табан деп отырғанымыз, тағы қайталап кетейін, πr квадрат. Осы цилиндрдің көлемінің табан ауданы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең деген бізде формула шығатын болады. Ары қарай бізде осы игра кальмар ойыны желісінде біз тапсырмаларды пентатлон, сол ойынның желісіндегі сол ойындардың аттарын алып отырмыз. Пентатлон, также және де конгеноль. Бірінші кезең бізде пентатлон кезеңі оқулықпен жұмыс алдым, 5 есепті алдым. 25-те бірінші сеттен бастайын. Оқулық 11-ші сынып оқулық. Бірінші есеп бізде
Цилиндрдің биіктігі 3 см, радиусы 2 см, көлемін табайық. H 2 см, радиусы R 2 см, табуымыз керек. Көлемін бізге берілген формула B тең PR квадрат көбейтілген H. Бізде P, R бізде 2-ге тең 2-ның квадраты, көбейтілген H бізде 2-ге тең. 2-ның квадраты 4-ге тең, 4-ге өтеміз. 8 P сантиметр, неден кездердегі сантиметр куб. Бізде кубтың өлшем бірлігі метр куб, сантиметр куб, дециметр куб деп есептелінеді. Келесі бізде номер 25-те 6-шы есеп. Бізде берілген биіктігі және де радиусы. Биіктігі 1-ге тең, радиусы 2-ден 1-ге тең. Табу керек біз көлем. Биіктігі ол бізде диаметрге тең. Бұл жерде бізде кубтың ішіне сызылған кубтың ішіндегі сфера. Радиусы 2-ден 1-ге тең. Бұл бізде биіктік пен диаметр тең деген сөз. Формула бізде B тең PR квадрат көбейтілген H. Радиусы 2-ден 1-ге тең, квадраты H бізде 1-ге тең болады. Яғни P өзі қалады 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1. 4-ден 1-ді 1-ге бөлгенмен сол өзі шығады. Яғни 4-ден P-ге тең. 4-ден P бірлік куб. Жақсы, ары қарай бізде 25-те 11-ші есеп. Бізде диаметрі берілген 9 см. Және де биіктігі берілген H 12 см. Табу керек біз әрине көлем. Диаметр 9 см болатын болса, радиусы бізде болады осы диаметрдің тең жартысы 4,5 см. Биіктігі бізде белгілі 12 см. Енді бізде формула бойынша PR квадрат көбейтілген H бізде P өзі солай қалады. R бізде 4,5-ге тең, 4,5-дің квадраты көбейтілген 12. Тең P өзі қалады. 4,5-дің квадраты дегеніміз 20,25-ге тең. Көбейтілген 12. Тең жуықтап есептесек 243 пи. Немесе уақытшама пи бізде 3,4-ге тең. 3,4-ті 243-тен көбейтсек, жуық шамамен 762,2 сантиметр куб шығады екен. Ары қарай номер 25-те 13. Бізде берілген биіктігі 1 сантиметр,
L жасаушы 2 сантиметр. L деп отырғанымыз ол бізде біз шеңберден білеміз 2 пи R-ге тең. 2 пи R 2-ге тең болғандықтан ол бізде осыдан шығады бізде R тең 2-ден 1. Көлемнің формуласы пи R квадрат көбейтілген h пи көбейтілген 2-ден 1-дің квадраты көбейтілген 1. Сонда бізде шығады 4-ден пи сантиметр куб. Бұл бізде 25-те 13-ші есеп болатын. Ары қарай 25-те 21-ші есеп. Бізде берілген радиусы биіктігі. Енді бізде бұл жерде берілген цилиндр тәріздес призма. Көлемі қойдық. В тең пи көбейтілген 1-дің квадраты көбейтілген 2 тең 2 пи сантиметр куб. Цилиндрдің биіктігімен призманың биіктігі тең. Келесі кезеңімізде тағы жүрек кезеңі 11-ші сынып болғандықтан математикадан ұбт тапсыратындықтан математикалық сауаттылыққа бірнеше есептер алған болатын. Ең бірінші есептен бастап биіктіктері сәйкесінше 25 см және де 48 см болатын цилиндр тәрізді шелек пен бөшкеде су бар. Шелекте бөшкеге қарағанда 3 есе аз су бар. Олардың табан радиустарының қатынасын есептейміз. Жақсы, бірге есептейік. Мынау бізде шелек болсын. Мынау бізде бөшке болсын. Есептің берілгені бойынша шелектің биіктігі 25 см, бөшкенікі 48 см. Және де бізде берілген көлемі 3 есе аз деп берілген. Қатынасын табуымыз қажет. Яғни бізде қатынас болғандықтан бұл шелекті көлемі бұл бөшкеге. Цилиндрдің көлемінің формуласы бізде пи R квадрат шелек көбейтілген h шелек пи R квадрат бөшке көбейтілген h бөшке. Енді орындарына қоямыз. Бұл шелектікі біз В деп алып отырмыз, бөшкенікін 3 В деп алып отырмыз көлемі. Пи R квадрат шелек биіктігі бізде берілген 25 см. Пи R квадрат бөшке көбейтілген 48 см. Бұмен мұны қысқартып жібереміз. Бізде қалады 3-тен 1 пи R квадрат шелек көбейтілген 25, пи R квадрат бөшке көбейтілген 48. Пропорциясы арқылы 48, 3 көбейтілген 25, R квадрат шелек пен R квадрат бөшке. 48 бен 3-ті қысқартып жібереміз. 16 қалды. Бізде сол жағында бізде 25-тен 16 R квадрат шелек бөлінген R квадрат бөшке. Екі жағын квадраттан құтылу үшін екі жағын бірдей тұрмастыра аламыз.
Sonda bizde kaldı. 5'ten 4 R 3'ke den R çelik. Есептің жауабына жеттік. Келесі бізде екінші есеп. Суретте берілген мәліметтер бойынша цилиндр тәрізді ыдысқа қанша шұбат сиятынын анықтаңыз. Бізде берілгені биіктігі және де радиусы. Олай болса шығады 5-тен 3-ке дейін. Цилиндр тәріздес ыдыс бізге берілген биіктігі h-тен 20 см және де радиусы 15 см. Қарапайым формуланы пайдаланыңыз. В тең пи бізде 3-ке дейін есептелген бойынша радиусы 15-тің квадраты көбейтілген h биіктік 20 тең болады. 15-тің квадраты бізде 225 үлгі бөлтеміз және де 13-ке бөлтеміз бізде шығады 33,700 сантиметр куб. Ары қарай үшінші есеп. Торттың көлемін табыңыз. Пи-тен 3-ке. Бізде берілген мынау торттың бір бөлігі алып тасталған 45 градусты. Және де бізде берілген радиус 10 см, биіктігі 4 см. Біз бөлік алып тасталып тұрғандықтан сектордың формуласын пайдаланамыз. Пи-р квадраты бөлінген альфа бөлінген 360 градус. Бізде 361 айналым, толық бір айналым 360 градустан азайтып тастаймыз алынған бөлікті. Сонда бізде қалады 315 градус. Қойып есептейміз. Пи-р квадрат көбейтілген 315 градус бөлінген 360 градус. Және де берілген мәліметтерді қойдық. Пи бізде 3-ке тең, радиусы бізде 10-ға тең квадраты көбейтілген 315 градус бөлінген 360 градус. Тең шығады, бұдан мәндері қойып есептесек 262-тен 10-нан 5 шығады. Көлемін тапсақ 262-10-нан 5 көбейтілген биіктік 4-ке тең. Бізде шығады 1020 сантиметр кубик. Сабағымыздың келесі кезеңі kongenori.lookit.com сілтемесі арқылы оқушылардың телефондарын алып шығады. Және де не мына QR код арқылы немесе playbookit.com сілтемесі арқылы өтіп, мына ID номерді терсе, мына жерге аттары шығады. Бұл жерде екі блоктан екі ойыншыда көп болу керек, сол уақытта мына жерге аттары шығады. Және де өткен тақырып бойынша тесттерге жауап беріп, сол бойынша мына жерге жауаптары шығатын болады. Ары қарай сабағымыздың келесі кезеңі үйге тапсырма беріледі оқушыларға. Және де кері байланыс ментиметр сілтемесі арқылы өтеміз. Бұнда оқушылар сабағымыздың келесі кезеңі кері байланыс
QR ментиметр арқылы оқушылар өздерінің телефондарын алып, бүгінгі сабақтан алған әсерлерін осы QR код арқылы кіріп, мен түсіндім, әлі де түсінудемін, және де мүлдем түсінген жоқпын деп жауап беру арқылы осы жерде диаграмма арқылы кім қалай жауап бергені белгіленетін болады. Келесі кезеңнің бағалау. Оқушылар тапсырманы орындаған сайын әрбір карточка арқылы берілген болады. Сол карточкаларды санап, оқушы қанша карточка жинады, сол карточка арқылы суммативті бағаланады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.